Енді басқа салаларға тоқталып кететін болсақ, онда ақпарат технологиясы білім беру саласында да бүгінгі таңда өте кең рөл ойнайды. Және мен интернет торабынан қазақ тілінде мақала алдым, және оның сілтемесін осы видеоның астында қалдырамын. Яғни бұл жерде жазғаны, енді кішкене көз жүгіртіп тез оқып кетейік. Ақпарат технологиясы, яғни ақпарат коммуникациялық технологияларды қолдана отырып, электрондық есептеуіш техникасымен жұмыс істеуге, оқу барысында компьютерді пайдалануға, модельдеуге, электрондық оқулықтарды, интерактивті құралдарды қолдануға, интернетте жұмыс істеуге, компьютерлік оқыту бағдарламаларына негізделеді дейді. Яғни ақпараттық технологиялық электрондық есептеуіш техникаларын қолдана отырып, бүгінгі уақытта осы білім беру саласында өте тиімді, әрі жылдам және жоғары деңгейде атқаруға мүмкіндік береді. Және кішкене төмен жағындағы мағлұматтарды тез оқып кетейік, және бұл мақаланы өздеріңізде оқып танысасыздар деген ойдамын. Яғни ақпараттық әдістемелік материалдар коммуникациялық байланыс құралдарын пайдалану арқылы білім беруді жетілдіруді көздейді дейді. Ақпараттық коммуникациялық технологиялардың келешек ұрпақтың жан-жақты білім алуына, іскер әрі талантты, шығармашылығы мол, еркін дамуына жол ашатын педагогикалық, психологиялық жағдай жасау үшін де тигізер пайдасы мол дейді. Яғни бұл мәліметтерді барлығымыз білеміз, технологияның атқаратын рөлі, оның маңыздылығы өте жоғары. 21 ғасыр бұл ақпараттық қоғам дәуірі, технология мәдениет дәуірі, айналадағы дүниеге, адамның денсаулығына, кәсіби мәдениеттілігіне мұқият қарайтын дәуір деп жазыпты. Білім беру үрдісін ақпараттандыру, жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы дамыта отыру, дара тұлғаны бағыттап оқыту мақсатында жүзеге асыра отырып, оқу тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын жоғарылатуды көздейді дейді. Яғни бұл жерде жазылған мақала көрініп тұр, мұғалім кісімен жазылған екен, және бұл жерде кішкене әрлеп, әдемілеп, яғни осы технологияны қолдана отырып, ақпарат технологиясын қолдана отырып, бүгінгі білім беру саласында да мол табысқа жетуге мүмкін деп жазған екен. Келесі слайдқа көшетін болсақ, осы жерде көретініміз ақпарат технологиясының басқа да салаларда қолданылуы, соның ішінде денсаулық сақтау саласында өте маңызды рөл ойнайды. Яғни бүгінгі таңда технологияның дамуы арқылы өте күрделі, яғни оталар, операция дейміз. Яғни осындай кішкене денсаулық сақтау саласында да өте маңызды рөл ойнайтын белгілі. Қаржы саласын алсақ, экономика немесе сауда-саттық, тасымалдау, әскери сала, яғни қай саланы қарастырсақ та ақпарат технологиясын табуға болады. Және осы ақпарат технологиясы барлық саланың өте кең әрі жылдам дамуына мүмкіндік жасап отыр. Олай болса, осы ақпарат технологиясының не екенін түсіндік деген ойдамын. Және біз келесі сабақта осы ақпарат технологиясының мамандар тізіміне тоқталайық.